нөмір 5-ші Ақбота балабақшасында тәрбиешінің көмекшісі болып жұмыс істеймін. Осы саналы тобына келгеніме, мен осы Ақбота балабақшасына келгеніме уже 3 жыл жарымнан асты. Еңбек өтілім мен почти 26-30-ға келіп қалған шығар. Өткені мен Орал облысынан келдім. 97 жыл келгенбіз семьямызбен. Содан осы жаққа келіп стройка мамандығы болып жұмыс істедім, маляр болып, сылақшы болып жұмыс істедім. Содан кейін осы жерге келдім содан кейін. Әрине мен енді сылақшы болып білмейтінмін, бірақ сол Маватекс деген фирмаға кірдім, сол жерден үйрендім, жаңағы сылақшы болып үйрендім, өте ауыр болды басында, сосын ақырын үйреніп, кәдімгідей кәсіпқой сылақшы мамандығына игердім почти. Қиын тұстар бар деп айтуға келмес, өте маған қызықты, балалармен жаңағы тамағын беремін, тазалығына қараймын, жаңағы өте керемет балалармен жұмыс істеймін. Өзімде немерелерім бар, бұлар мен немерелерім сияқты мінекей. Жақында міне 60-қа толамын. Мен әрине сөйтіп қараймын, өйткені олар да мен немерелерім сияқты, сондай балалардың бәрі әрқайсысы біз 4 жасынан алғанбыз. Олар бір топты ұзатып жіберді осы мектепке, мынау 2-ші тобымыз. Әрине болады, оларды қимайсың, өзің кәдімгідей өзіміздің балдарымыздай болып қалады олар. Сондықтан оларды қимаймыз, кәдімгі қимастықпен шығарып саламыз. Көңіліміз босайды деген сияқты. Мен таңертең жұмысқа келемін, сол где-то 7:30 уақытында келемін. Сразу жаңағы шаңдарын нетіп, жаңағы сүртіп, пылесос, шаңшоғыспен жұмыс жасаймын. Бүткіл топтарды сүртіп, тазалап шығамын. Сосын сағат 8:30-да балалардың тамағын беруге тырысамын. Бірінші тамағын беремін, обедте беремін, сосын кешке беремін, полдник беремін, сонымен әйтеуір. Сондай жұмыстар жасаймын. Әрине жақсы көремін, балдарым. Жаңа да айттым ғой, өзім немерелерімдей бұлар да енді өте жақсы көремін балдарды. Мен енді Құдай қаласа, мен пенсияға шығып отырамын деп айта алмаймын. Мен осы балдармен жұмыс істей бергім келеді.